Сәлеметсіздер ме? Мен Фалуза, жас эко-репортер саласына дайындап осы видеороликті жазып отырмын. Бүгін мен сіздерге өзіміздің мектебіміздегі қалдық заттардан қара егін су өмір сыйлайтыны туралы айтып беремін. Біздің мектебімізде 10 жылдан бері көркем еңбек пәні мұғалімі жаттарға егін су өмір сыйлап, қоршаған ортаны таза ұстауға үлкен үлес қосып жүр. Бүгін біз Болат Теміржанұлынан сұхбат аламыз. Болат Теміржанұлы, бұйымдарыңыз өте әдемі екен. Көрме ұйымдастыруға да болады. Сіз бізге осы жаттағы қара егін су өмір сыйлағаныңызды айтып бере аласыз ба? Біз көркем еңбек сабағында қалдық заттардан бұйымдар жасаймыз. Мысалы, пластиктен, картон қағаздардан, және осындай әдемі бұйымдар шығады. Бұл біздің жасап жатқан себебіміз қалдық заттарды пайдаланып, табиғатқа тазаруына біршама үлес қосамыз. Кішкентай қадам бұл үлкен болашаққа іс. Біз кішкентай нәрседен бастасақ, болашақта біздің бүкіл табиғатымыз таза болады.